Батыс Қазақстанда кәсіпкерді өлтірді деген күдікке ілініп, ұсталған екеудің кінәсі дәлелденсе, 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұған дейін 31 жастағы Руслан Қожантаев пен 21 жастағы Амангелді Тұрланға іздеу жарияланған еді. Олар шаһардағы орталық саябақ маңындағы дәмханада бизнес иесін өлтіріп, оқиға орнынан жылдам ізін суытқан. Бұл іске облыстық полиция басқармасының барлық күштік құрылымы мен ұлттық ұлан сарбаздары жұмылдырылды. Күдіктілер Көктем саяжайында қолға түсті. Олар қашуға әрекеттенген, алайда қарсылықсыз берілді. Екеуі де бұрын сотталмаған. Айта кетейік, кісі қолынан қаза тапқан 49 жастағы кәсіпкер Ерлан Мұханғалиев бірнеше мейрамхананың иесі. Оның артында жары мен 3 баласы қалды. Тергеуде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 2-ші бөлігіне қайта сараланды. Онда 20 жылдан бастап өмір бойына бас бостандығынан айыру түрінде жаза көзделеді. Қазір уақытта бұл қылмыс бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде. Аталған қылмыстың ісі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің бақылауында.